Қайырлы күн. Біз бүгін Олимпиада жеңімпаздары Қазақстан мақтанышы бөлімінің Қазақстан боксшылары тақырыбындағы сабақты қарастырамыз. Сабағымыздың мақсаты ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау. Ол үшін алдымен ресми стильдерге не жатады екенін анықтап алайық. Ресми іс қағаздары екі түрге бөлінеді екен. Біріншісі жеке адам өміріне қатысты іс қағаздары, екіншісі мекеме, ұйым, фирмаға қатысты іс қағаздары. Жеке адам өміріне қатысты іс қағаздары арыз, өтініш, өмірбаян, куәлік, сенімхат, қолхат. Мекеме, ұйым, фирмаға қатысты іс қағаздары хабарландыру, кепілдеме, мәжіліс хат, бұйрық, хаттама. Ресми стильде хабарлы сөйлемдер, термин сөздер, сөз тіркестері, кітаби мәтіндегі сөздер қолданылады. Сабағымыздың бағалау критерийі. Мәтіннің тақырыбын табады, мәтіннің стильдік ерекшелігін анықтайды. Мәтінге көшпес бұрын алдымен жаңа сөздермен танысып алайық. Жаңа сөздерді Казнеп, сөздік KZ сайттарынан қарап танысуға болады. Бірінші сөз дүниеге келген, аяқтады, жетістік, жүлдегер, кубок иегері, қызмет атқарады, даму. Жаңа сөздерді синониммен қарастырып көрейік. Дүниеге келген, туған, аяқтады, бітірді, жетістік, жеңіс, табыс, жүлдегер, жеңімпаз, кубок иегері, кубок иесі, кубок алды, қызмет атқарады, жұмыс істейді, даму, жетілу. Енді мәтінімізге көшейік. Қонақбаев Серік Керімбекұлы. Мәтінмен танысайық. Туған жері Павлодар қаласында 1959 жылы 25 қазанда туған. Отбасылық жағдайы: үйленген, 3 ұл тәрбиелейді. Ұлты қазақ, білімі жоғары. Жамбыл су шаруашылығы құрылыс институтын, Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетін бітірген. Мамандығы инженер, құрылысшы, заңгер, құқықтанушы. Қазақ туризм және спорт академиясының құрметті профессоры. Жетістіктері: КСРО-ға еңбек сіңірген спорт шебері, бокс бойынша 2 мәрте Еуропа чемпионы, әлем кубогының 2 мәрте иегері, 1980 жылғы Мәскеудегі 22 Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты. Идеал тұтатын саяси қайраткері Шарль де Голль. Ермегі спорт, аңшылық. Қазақ және шет елдің классикалық әдебиетін қызыға оқиды. Қызметі: парламентке сайланар алдында өнім акционерлік қоғамның бас менеджері, 2-3 сайланған Қазақстан Республикасы парламентінің депутаты, Қазақстан Республикасы парламенті халықтың қоныстануы мен дамуы жөніндегі отбасы депутаттық тобының мүшесі, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының депутаттық фракциясының мүшесі. Енді оқылымнан кейінгі тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма: мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру.
Бірінші сұрақ, мәтіннің стилі қандай? Екінші сұрақ, мәтін қай үлгіде жазылған? Үшінші сұрақ, қайсысы мәтін мазмұнына сәйкес? Бірінші, бокстан Европа құрлығының 3 рет чемпионы атанды. Екінші, қазақ және шет елдік әдебиеттерге қызығушылық танытпайды. Егер де сұрақтармен танысып жауап берсеңіз, дұрыс жауаптармен салыстырайық. Бірінші, мәтін ресми стилде жазылған екен. Мәтін түйіндеме үлгісінде берілген екен. Қайсысы мәтін мазмұнына сәйкес, екеуі де бұрыс екен. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Бірінші бағанда жылдар берілген, екінші бағанда осы жылдарда Серік Қонақбаев не істеді? Соны сәйкестендіру керек. 1959 жылы бокстан әлем кубогы бойынша 2 рет жеңіске жеткен. 1979 жылы Ресейде өткен 22-ші Олимпиадада бокстан 2-ші орын иеленді. 1980 жылы солтүстік шығыстағы облыс орталығында дүниеге келген. Ал жауап беріп болсаңыз, дұрыс жауаптармен салыстырайық. 1959 жылы солтүстік шығыстағы облыс орталығында дүниеге келген екен. 1979 жылы бокстан әлем кубогы бойынша 2 рет жеңіске жеткен. 1980 жылы Ресейде өткен 22-ші Олимпиадада бокстан 2-ші орынды иеленіпті. Жақсы. Енді 3-ші тапсырмаға көшейік. 3-ші тапсырмада мәтін бойынша Серік Қонақбаевтың қысқаша өмірбаянын жазып шығу керек. 80-100 сөзден тұрады. Керекті сөздер: дүниеге келген, институт, университет аяқтады, жетістіктері бар, жастар сыйлығы, жүлдегер, кубок иегері, қызметін атқарды. Өмірбаянды жазбас бұрын мәтінге қайта келіп, қарап шығуыңа болады. Жауабыңды ықтимал жауаппен салыстырайық. Қонақбаев Серік 1959 жылы 25 қазанда Павлодар қаласында дүниеге келген. Оның 3 ұлы бар. Жамбыл су шаруашылығы құрылыс институтын, Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетін аяқтаған. Серік Қонақбаев инженер құрылысшы, заңгер, құқықтанушы мамандығын алған. КСРО-ға еңбек сіңірген спорт шебері. Қазақ туризм және спорт академиясының құрметті профессоры. Ол көптеген жетістіктерге жеткен. Мысалы, бокс бойынша 2 мәрте Европа чемпионы, әлем кубогының 2 мәрте иегері, 1980 жылғы Мәскеудегі 22-ші Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты. Шарль де Голльді үлгі етеді. Бос кезінде спортпен айналысады, аңға шығады, қазақ және шет ел әдебиеттерін оқиды. Тапсырманы орындап болдық. Енді өзіңізді бағалауға болады. Қызылшам: сабақта көп нәрсені түсінбедім. Сабақтағы мәліметтер маған керек емес.
Сабақта белсенді бола алмадым. Жауап берген жоқпын. Сары. Бағдаршамның көзі. Сабақ қызықты болды. Белсенді болдым. Сабақта пайдалы мәліметтер алдым. Орнымнан жауап бердім. Бірнеше тапсырманы өзім орындадым. Сабақта мен өзімді жақсы сезіндім. Ал бағдаршамның жасыл түсі. Сабақта белсенді болдым. Сабақта көп пайдалы мәліметтер алдым. Көп жұмыс жасадым. Өзіме тиісті баға алдым. Маған бәрі түсінікті болды. Өзіңізді бағалап шығыңыз. Ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау мақсаты бойынша сабақ аяқталды. Іске сәт. Берілген тапсырмалар саған білім қоржыныңды толықтыруға көмектеседі деп сенемін. Біз біргеміз. Енді дидактикалық материалды ашып, сонда берілген тапсырмаларды орындауға болады. Ол жердегі тапсырмалардың жауаптарын, немесе ықтимал жауаптарын әдістемелікте берілген нұсқаулықпен салыстырсаңыз болады. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет.